Ассалаумағалейкум. Бұл теңге мания бағдарламасы және оның жүргізушісі. Мен есімім Бауыржан Орда. Біз сіздерге қаржылық жетістіктерге жетудің қысқа жолын көрсетеміз. Сондай-ақ өздеріңізбен ойын ойнап, жеңімпазға ақшалай сыйлық табыс етеміз. Бүгін көретіндеріңіз автокөлік нөмірін Қазақстанның кез келген аймағында тіркеп алуға болады. Қиын таңдау, сақтандыру компаниялары өзгешілікті сезін. Ойын жеңімпазы қанша ақша ұтып алды теңге шоу айдарында. Ақша не үшін керек дейді. Мен айтар едім, қалай ақша не үшін керек? Ақшаны қайдан алам деп басты қатырмау үшін керек. Ақша тауып, оны жинап, енді міне көлік сатып алдың. Су жаңа темір тұлпарда отырды зымыра. Бірақ тоқта, әуелі көлікті тіркеп, сақтандыру құжатын алу керек. Ең бастысы қай сақтандыру компаниясына ақша жұмсайтыныңды жақсылап ойлан. Айта кетейік, әлемдегі көлік сақтандырудың негізін қалаушы өнеркәсіп иесі Генри Форд. Ол көшедегі көлік санын ұлғайтты, есесіне жол апаттары да көбейді. Сөйтіп, 1925 жылы ақшта барлық көлік түріне міндетті сақтандыру енгізілді. Еуропада жасыл карта сәл кейінірек 50-ші жылдары пайда болды. Ал КСРО-да автосақтандыру мүлдем болған жоқ. Қазақстандықтар оған алғаш рет 90-ші жылдары тап болды. Әрине, тәуелсіздік жылдары көп нәрсе өзгерді. Ол қандай өзгерістер? Оны теңге мания бағдарламасынан білетін боласыздар. Ал әзірге болашақта біздің табысымыз бен шығынымызға не әсер ететіні туралы сөз қозғайық. Қазақстанда көлікті тіркеу рәсімі жеңілдетілді. Енді автокөлік иесінің қай жерде тіркеуде тұрғанына қарамастан, еліміздің кез келген аймағындағы автокөлік иелеріне арналған арнайы халыққа қызмет көрсету орталықтарында немесе әкімшілік полицияның тіркеу пункттерінде рәсімдеуге болады. Демек, машинаны өзге аймақта сатып алған болсаңыз, нөмір алу үшін мекен-жайға барудың қажеті жоқ. Қазақстандықтар ақшаны желі арқылы 2 есе жиі жұмсайтын болыпты. Ranking KZ порталының мәліметінше, өткен жылмен салыстырғанда биыл интернет арқылы жасалған транзакция 2 есеге артқан. Сонымен қатар орташа төлем чектері де 1,5 есе өсіпті. Бүгінгі таңда Қазақстандағы 2-ші дәрежедегі банктердің басым бөлігі өз клиенттеріне интернет ресурстары арқылы қолма-қол ақшасыз төлем жүйесін ұсынады. Бидай бағасы түсті. Беделді сараптама агенттіктері дәнді дақылдарға деген сұраныстың төмендеп, ұсыныстың жоғарылауына байланысты баға әлі де құлдырайды деп болжап отыр. International Grains Council бидай жөніндегі халықаралық кеңесінің мәліметіне қарағанда, бидай дақылдарының әлемдік өндірісі биыл және келесі жылы тарихи шегіне жетеді. Ал Еуроодақтағы бидай тапшылығын ТМД елдері артығымен өтей алады. Сақтандыру сәнге айналды. Тіпті дене мүшелерін сақтандырып жатқандардың әрекеті қайран қалдырады. Дэвид Бекхэм аяғын $70 миллион, Ресей әншісі Земфира саусақтарын $170 миллионға бағалаған. Парфюмершілер мұрындарын, кофе дегустаторлары тілдерін сақтандыруда. Сөйлеу мүшемді қанша жерден сақтандырғым келсе де, менің қалтам көтермейді. Ал жүргізуші тәуекелін сақтандыруға мен заң бойынша міндеттімін. Айтседағы сақтандыру компанияларына бармас бұрын менде сауалдар көп туындайды. Сіздермен бірге теңге мания бағдарламасы және мен Бауыржан Орда. Енді ғаламтор пайдаланушылары автосақтандыру жайлы не білгілері келеді екен, соған тоқталайық. Сақтандыру компаниясын қалай таңдаған дұрыс? Азаматтық құқықтық жауапкершілік полисін өз бетінше есептеуге болама, және әртүрлі сақтандыру компаниясының тарифтік айырмасы қандай? Сақтанушы құқығының бұзылуына қатысты сақтандыру компанияларын кім бақылайды? Сақтандыру компаниясы төлемақы беруден бас тартқан жағдайда қайда шағымдануға болады? Әрі қарай көретіндеріңіз, тек заңға сәйкес ұлттық банк сақтандыру компанияларының жаңа өнімдерін тексереді. Және бірер минуттан кейін теңге шоу айдарында ақтық сауалға жауап бере алмай кімнің 10 000 теңгеден қағылғанын білетін боламыз. Сонымен теңге блиц айдары көрсеткенде қанша адам болса, сонша пікір проблема бар. Өмірінде бір ретте жол апатына түспеген жүргізушілерді мен білемін. Біреуін, ал таныстарым аз емес. Жолда жүргенде әртүрлі жағдай болады ғой. Бірде жолыңды кесіп өтеді, енді бірде қаланы білмегендіктен келеңсіздікке тап боласың. Кейде ауа райы себеп болады. Күтпеген жерден бамперің қақ айырылды делік.
мұндайда сені соққан жүргізушінің де, өзіңнің де сақтандыруың болғаны жақсы. Қазақстанда азаматтық құқықтық жауапкершілікті сақтандыру міндетті. Қысқаша айтқанда АКЖ жол апатына қатысқан көлік құралдарын жөндеу керек. Ал жөндеу жұмыстарының ақысын кінәлі тарап төлеуі тиіс. Міндетті сақтандыру міне осыны қамтамасыз етеді. Ал ерікті сақтандыру каско жол апатына қай тарап кінәлі болса да төлемақы төлеуге кепіл береді. Себебі тікелей көлік сақтандырылады. Сондықтан да егер темір тұлпарыңызды ұрлап кетсе, табиғи апаттан зардап шексе, бір сөзбен айтқанда кез келген жағдайда шығын өтеледі. Әрине мұндай қызметтің бағасы да қымбат. Бұл ретте сақтандыру компаниялары құйтырқы әрекеттерге барып, төлемақы көлемін төмендетуге тырыспаса игі. Бұл проблемамен қалай күресуге болады? Теңгемания бағдарламасы осы мәселені шешуге көмектеседі. Әрбір сақтандыру компаниясы клиенттерді өзінің сенімді компания екеніне иландыруға тырысады. Ал жүргізушілер әдетте аз ақша алып, көп төлемақы төлейтін компанияны қалайды. Бірнеше қарапайым мәселені есте сақтаған жөн. Біріншіден, автокөлікті сақтандыру бағасын құрайтын ең қымбат тариф ол апатқа ұшырау туралы сақтандыру. Орташа есеппен алғанда, мұндай тәуекел көлік құнының 1,5%-ын құрайды. АКЖ бойынша сақтандырушылар клиенттерді тартуда бір ғана амалды, яғни сыйлық пен бонустарды пайдаланады. Бірақ бұл апат болған жағдайда төлемақыны уақытылы төлейді деген сөз емес. Сондықтан да Ұлттық банк сайтында Қазақстанның барлық сақтандыру компаниялары туралы мәлімет жинақталған, қаржы жағдайы да көрсетілген. Біздің, яғни клиенттердің төлейтін сақтандыру сыйақыларының көлемі және сақтандыру төлемақылары туралы да толық мағлұмат бар. Бастысы жасалатын келісімге барынша көңіл бөлу керек. Қандай тиімді шарттар бар, айтылған мәселелердің бәрі дерлік қамтылған ба дегендей. Дұрыс сақтандыру деген осы шығар, ал қаржылық тұрақтылығына қатысты бүгінде проблема жоқ. Себебі Ұлттық банк қатаң бақылауға алған. АКЖ бойынша сақтандырушылардың нарықта бәсеке тудыруға мүмкіндіктері аз болса, каско бойынша олар тарифті белгілеп, клиентпен келісімді өздері жасайды. Сондықтан да каско полисі арқылы тиісті төлемақыларын ала алмай, тақырға отырған жүргізушілер өте көп. Бұдан былай сақтандырушылар кез келген әрекетін клиентпен алдағы келісім шартты да Ұлттық банкпен келісіп шешуге міндетті. Банк өз кезегінде болашақ полис иесінің құқығының бұзылмауын қадағалайды. Ұлттық банк аталған өнімдердің заңға сәйкестігін мұқият тексереді. Егер заңға сәйкессіздігі анықталса, немесе қаржылық қызметке жүгінген тұтынушының құқығы бұзылған жағдай болса, Ұлттық банк аталған өнімді ретке келтіргенше ұсынуды тоқтатуға құқылы. Мүмкін енді каско әлдеқайда сенімді болар. Төлемақы көлемін төмендету немесе мүлдем төлеуден бас тарту сияқты келеңсіз оқиғалар келмеске кетер. Сондықтан да полис иесі үшін келісім шарт ең маңызды құжаты болады. Сарапшылар оны мұқият оқып, күдік туғызатын тұсы болса, басқа компанияға баруды ұсынады. Сақтандыру келісімін жасаған кезде сақтандырылатын жағдайларға мән беру керек. Яғни қандай жағдайда сақтандыру компаниясы төлемақы төлейтінін білген дұрыс. Оған қоса сақтанушы тосын оқиға бола қалған жағдайдағы іс-әрекетін түсініп алғаны жөн. Мысалы, жол апаты орын алған жағдайда тіркету үшін міндетті түрде оқиға орнына жол полициясын шақырған абзал. Егер көлікті ұрлаған жағдай болса, дер кезінде тиісті орган өкілдерін шақыртып, оқиғаны тіркету керек. Егер сақтандыру компаниясының теріс пиғылына тап болсаңыз, ағымдағы келісім шартқа байланып, төлемақы ала алмай жүрсеңіз, оны шешудің бір ғана жол бар. Қазақстанның Ұлттық банкіне шағым түсіріңіз. Дәл қазір ойынның 3-ші кезеңіндегі сауалдарға кім дұрыс жауап береді? Осы сәтте теңге шоу айдарынан көріңіздер. Ақшаңыз таусылса, уайымдамаңыз. Себебі ақшаңыз бітсе, басқа нәрселер басталады. Мәселен, қарызға ақша сұрау, үнемдеу, немесе диета. Мемлекеттік бақылау сақтандырушылардан заңға сәйкес келісім шартты алуға көмектеседі. Демек, тиісті төлемақы сомасында. Десек те неліктен компаниялардың жиі ұсынатын өте ыңғайлы онлайн сақтандыру соншалықты сұранысқа ие болмай жатыр. Соған қарағанда дамып кеткен виртуалды санаға әлі жеткен жоқ шығармыз. Ал Ұлыбританияда тұрғындардың басым бөлігі сақтандыру полистерін ғаламтор немесе мобилді әдіспен алады.
Францияда жүргізушілердің тең жартысы онлайн сақтандыруды құптайды. Болашаққа көз жүгіртсек, әлемдік сараптама агенттіктері жарты ғасырдан кейін сақтандыру полисі мүлдем жойылады деп болжап отыр. Оған жол апатына түспейтін жүргізушісіз автокөліктердің енгізілуі себеп болады екен. Сіздермен Теңгемания бағдарламасы. Біздің бағдарламада қаржылық сауаттылық лезде табыс әкеледі. Ендеше Теңге шоу айдарына назар салыңыздар. Құрметті көрермендер, құрметті Ару қаламыз Алматының тұрғындары және қала қонақтары, бұл Теңге шоу айдары! 10 мың теңге кімге бұйырады? Біз оны қазір сізбен біз болып анықтайтын боламыз. Ендеше Теңге шоу айдарына, Теңгемания бағдарламасының Теңге шоу айдарына қатысатын ойыншылар болса, қол көтерсеңіздер болады. Кім 10 мың теңге кісі келеді? Біреу, екі, үшеу, төртеу, бесеу. Теңгемания бағдарламасының ойыншылары. Қошеметтеріңіз! Сонымен, мінекей құрметті көрермендер, біздің ойыншыларымыз дайын. Ойыншыларымыздың ең бірінші атын білейік. Ендеше шетінен бастайық. Сіздің есіміңіз? Акмарал. Акмарал. Тимур. Тимур. Эльмира. Эльмира. Жанель. Жанель. Нұржігіт. Нұржігіт. Бәріңіздің аттарыңызды ұмытып қалдым. Әрине қалжың айтам. Барлықтың аттарыңыз. Менің есімім Бауыржан Орда. Сіздердің алдарыңызда Теңге шоу айдары және бірінші кезең. Қошеметтеріңіз. Сақтандыру жағдайы туындаған сәтте клиенттің мүліктік құқығын қорғау қалай аталады? Сақтандыру. Иә, бірінші болып жауап берген адамның жауабы сақтандыру. Расында да жауабыңыз дұрыс. Есіміңіз? Эльмира. Эльмира, сіз екінші кезеңдесіз. Қазақстандағы міндетті автосақтандыру қалай аталады? Азаматтық құқықтық жауапкершілігі. Дұрыс айттыңыз, иә, АқЖ расында да азаматтық құқықтық жауапкершілігі деп аталады. Сонымен Тимур, сіз екінші кезеңге өттіңіз. Өзге елдердің валютасына қарағанда қайсы бір валюта курсының төмендеуі қалай аталады? Төмендеуі девальвация. Девальвация! Жауабыңыз дұрыс, жауабыңыз дұрыс. Ал енді жауап бермеген екі қаншайымменен біз қоштасамыз. Екінші кезең. Болашақта табыс әкелетін жобаларға қаржы салу. Бірінші болып қол көтерген. Инвестиция. Демек, сіздің жауабыңыз? Инвестиция. Инвестиция. Арасында да жауабыңыз. Адамның несие қарыздарын өтеуге даярлығы және қабілеттілігі. Платежеспособность. Я, демек, яғни кредитті өтеу қабілетті. Платежеспособность. Сіз үшінші кезеңдесіз. Ойыншыларға бір қолда көрсетіп қояйық. Үшінші кезең. Ақтық сайыс. Бүгінде қай мемлекеттік ұйым сақтандыру компанияларының жұмысын бақылап, ретке келтірумен айналысады? Бірінші болып қол көтерген Эльмира. Ұлттық банк. Иә, расында да Ұлттық банк. Құрметті көрермендер, баршаларыңыздың көз алдарыңызда мінекей мынадай конвертті Эльмираға ұсынамын. Ішін ашып қарай ғой. Ішін ашып, мінекей 10 мың теңге. Ендеше қошемет көрсетіп қойыңыздар. Тимур мырза, ойынға қатысқаныңызға рахмет. Сау болыңыз. Рахмет, қошеметпенен мінекей шығарып саламыз жеңімпазымызды. Естеріңізде болсын, бұл Астана арнасында сенбі және жексенбіде Теңгемания бағдарламасы және Теңге шоу айдары. Сіздермен бірге болған Бауыржан Орда. Сау, саламатта болыңыздар. Бүкіл әлемде жұмадан сенбіге сағат 11-ден таңғы 6-ға дейінгі уақыт жолда жүру қаупі жоғары кезең болып саналады. Себебі жүргізушілер бір апта бойы шаршап шалдығады, зерделілігі төмендейді. Осы уақытта жол апаты 5,5 есе артады екен. Сақтандырушылар ең қырағы жүргізушілер туралы мәлімет жинапты. Олар отбасылы, бала шағалы жүргізушілер. Сабырлы әрі тәуекелге бара бермейді. Бойдақтарға қарағанда жол апатына ұшырайтындар саны 10%-ға төмен. Біздің ойынымызға қатысып, қаржылық сауаттылығыңызды көрсетіңіз. Сіздермен бірге болған Теңгемания бағдарламасы келесі кездескенше.